Мал жайылатын жер жоқ. Бар жерді резерват жыртады. Оған ертең мал түсіп өледі, себебі ол терең. Ағадал малдың ақшасын кім төлейді ертең? Бұл Дамба Атырау ауылдық округі тұрғындарының жанайқайы. Қыстай 4 түлікті баудай қырған қасқырдың әлегі бұлай тұрсын, енді ірі қара жақында ғана қазылған жыраға құлап қырлама деп қорқады. Жергілікті халық. Гүлфәни Ерсайдар қадады. Мұндағы тұрғындардың сойып соғым етер, сауып сүтін ішер малы бар. Бірақ сол ірі қараларының жайылатын жері жоқ. Бұл үшке бөлінеді штабқа. Мынау охранный зона дейді қазір, әкімшіліктің жері деп түсіндіріп айтты. Бұны егерде халыққа керек жағдайда әкімшілік кері ала алады депті. Бұны бір несінде әкім есеп беру жиналысында Шәкмен мырзаға, ол қала әкімі болып тұрғанда, осы сұрақ қойылды. Ол кісі айтты, оны қарастырып жатырмыз, біз қайтарамыз жерді деді. Ал ол біз халықтан талап болмағасын, ол жер сол күйінде қалды. Халық қойған ғой. Енді бізде халықта талап бар. Жерді қайтару керек деген. Ал мал басы көбейіп жатыр. Ал әкімшілікке айтатын болсаң, жер кең ғой, неге жаймайсыңдар малды дейді. Ал малды біз ойбай кірме, резерваттың жерінде деп айта алмаймыз ғой малға. Мұнда кіреді. Мысалы, мал іздеп келген адамның өзі қорқатын әшейін қазір жалға жарым кіру. Дамба Атырау ауылдық округтерінің тұрғындары жиналған мына 111.500 гектар жер Ақжайық табиғи резерватына тиесілі. Оған 28.500 гектарды тағы қосыңыз. Ол күзет үшін берілген аймақ. Ашынған халықтың төзімін тауысқан мына жыра. Бұл Дамба ауылдық округінен 2 шақырым қашықтықта орналасқан жыра. Қазылғанына 1-2 күн болған. Ұзындығы 15 шақырым. Ені 1,5 метрді құрайды. Бұған түскен малдың мерт болары анық. Бұл жерден шығудың өзі қиын. Приморский өзегі дейтін бар. Приморский. Сосын мына бетінде Зарослый каналына дейін. Екеуінің арасы ең кем дегенде бір 15 километр болады. 15 шақырымдай қасып жатты. Соны анадан анаған дейін даканса тартып тастаған. Осы қазуға біз қарсымыз. Мынаны біздің ниетімізше, ал нағыз егерде болмайтын болса, біз сотқа дейін барамыз, арызымыз жазып. Бүткіл халық мына 4 колхоз қол қойып жазады да сотқа береді. Мынаны сол қалай қазды, солай көмсін бізге. Ал көміп шетінен бастап бұлаға даканса. Біз осыны қадағалаймыз болып. Сол үшін, сол мал үшін біз баламызды асырайын деп осы жерге келіп отырмыз. Сіздер осы Дамба ауылдық округінің тұрғындары және мал шаруа қожалығының иелерісіздер. Иелеріміз, иә. Халық бізді қолдап отыр, осы жердегі 4 колхоздың. Бұрын мұндай қасып көрген жоқ? Қазып болған жоқ. Егерде андай етіп қарсы, біз қарсы емеспіз. Андай жер жататын блокпен қарсы. Мынау дейтін масқара ғой. Адам бойы 1,5 метр мынау қазір тереңдігі. Мына жерін таяғазғанда бұл тау төбе болады, жылқыда бөледі, мынаған арнияна қасқыр болады. Сонда өлмеген малдың ақысын бізге төлемейді үкімет. Төлемейді. Жыраға түсіп өлген малдың қайтарымы жоқ. Ал қыс бойы қорада жемдеп баққан маңдай термен бейнет құмға сіңген судай. Ертең күздің лайсаң мезгілінде, қыста, қарда жылқы малына, сиыр малына өту дейтін өте қиын болып кетеді. Соған арналған апат алаңы десе де болады ертең. Ит құс бар. Қазақта атамайды ғой, жаман ауыз дейді. Ит құс көп, қасқыр деген. Содан қашқанда мынаған келіп құлайды. Соның алдын алайық деп алдын айтып, кеше осы резерват жігіттерімен алдына шығып тоқтатып, екінші қатарын жүргізген жоқпыз. Енді олар сендерге мына бір жағына мал іздейміз. Ал резерват жоспарлы түрде жыраны жыл сайын қазатыны елге аян. Бірақ биылғысы 1,5 метр терең. Ақжайық табиғи резерваты бұл жайында. Ақжайық мемлекеттік табиғи резерватының аумағында бекітіліп берген жер теліміне өрт қауіпсіздігіне сақтау үшін, өрт болмау үшін жолақтар жүргізіледі. Ол жолақтар жылда жоспарға сай төтенше жағдайлар мекемесімен біріккен шаралар жасақталып, сол бойынша біздер жылдағы өзімізге міндеттелген жұмыстарды атқарып жатыр.
Бұл жауапты жергілікті адамдар жатқа біледі. Іргелес отырған соң, резерват өртке оранғанда алғаш болып жететін де осы жандар. Қос тараптан осы уақытқа дейін ешқандай дау-дамай туындамаған. Тек тілсіз жауды ауыздықтау үшін қазылған жыраның жыры жұртты әбігерге салды. Халықтың күн көрісі мал. Бұл жерде малмен отырмыз. Әркімде бір-екі малдан малы бар. Сол нәпақасын соған тауып отыр. Ал елбасымыз мал асырап өздерінің күн көріндер деді ғой. Сол ізгінені біз асырап отырмыз. Артымызда өсіп кеткен балаларымыз бар, немерелеріміз бар. Солар енді жалғастырсын деп. Ақсақалдың айтуы орынды. Бұл маңға 1955-1956 жылдары халық келіп қоныстанады. Кейін 70-80 жылдары Құрманғазы, Амангелді, Қызылбалық, Жамбыл деген алпауыт ұжымшарлар шаруашылықты дәл осы жерде дөңгелеткен. Жоңышқа алқабы болған тарихты да қария еске алады. Өкініштісі сол, Дамба ауылдық округінде қазір іргелі шаруашылық жоқ. Мына жер 2000 жылдары Каспий теңізі тасығаннан кейін Ақжайық резерватына өтеді. 2008-2009 жылдары теңіз 20 шақырымға дейін кейін тартылады. Қазір бейбіт күннің халқы мал ісін қолға алып, кәсібін дөңгелеткісі келеді ау. Әттең, округте жер жоқтың қасы. Жайылымға бөлгені 282 гектар ғана. Ал Дамба округіндегі ірі қара саны 295, жылқысы 21, ешкісі 40. Амалдың жоқтығынан жыраның жайын әлеуметтік желіге жазып, телеарнаға да арыздарын жеткізді. Жергілікті биліктің осы мәселені ескеріп, халыққа қашан құлақ асары енді уақыт еншісінде. Гүлфани Ерсайын, Артур Ботпанов, Атырау арнасы.